Екінші беташар. Жастық шақта кім қалқыған әммен шалқыған күйдің күмбір сазына балқымайды. Кім той кезіп, кім чаттық думанның артынан ермейді. Мен де солардың бірі болдым. Алла берген азғына ақындық пен әншіліктің арқасында талай тойдың сәні болып, талай келіннің бетін аштым. Сондықтан болар әне жер, міне жерде жүргенде сондай бір тойға кезге қалсам болды. Ал, ән айтып жібер, келініміздің бетін ашып бер, той баста дегендей қиылған тілектер мені айту құтқарып көрген емес. Тіпті кейде танымайтын адамдардың да тойын бастадым. Әншіге бәрібір, әйтеу тойға ән керек. Сол танымайтын дегеннен шығады. Нендей бір жұмыспен қобдада жүредім, көшеден бір ескі танысым кезге қалды. Сөйтті де жерден алтын тапқандай қуанып тойға шақырды. Себебін сұрасам, оның бір жақын інісі үйленбекші екенде жас келіннің бетін ашуға әнші қажет болса керек. Той десе, тонымды киюді ұмытатын басым, келін кім, келмек жері кім дегенге мән бермей-ақ ере жөнелдім. Ақын мен әншіні жатырқайтын қазақ бар ма? Олар да мені ежелгі танысындай елпектей қарсы алды. Мен де жарты ғасыр көрмеген жақындарыма жолыққандай жайландым да қалдым. Сонымен келін де келді. Кеу-кеулеген кереметтей той да басталды. Желегі желбіреген желтимес келін мен желігі басылмаған моп-момақан жігіт бала қолтықтасып оң жағында. Алладан берген жалғыз келінін көруге асығып, ақшашуын дайындаған ақбасты ана мен алқалы топ туыстары сол жағында. Үлпілдеген үкілі домбыраның уілдеген үстемінін үдете соғып, үлбіреген ақ келіншектің беташарын мен де бастадым. Шабыттың көгдененің көсілте түсіп, көл көсірәннің көңілді біткенін көпіртіп алған соң, көпшіліктің көрімдік сұрап, көркем келіннің күндей жүзін жарқ еткізіп, ақтық байлаған саралы қамшының ұшымен ашып та жібердім. Ал қош, айналамнан сартылдай шашылған ақ тілектің шашуы, анталаған халықтың айрандай аппақ баталары, ақсамайлы ананың айқара ашылған аналық құшағы. Айқай, алқа қотан қуаныш. Дәл осы кезде енесінің құшағынан босап, еріне қарай айлана берген келінге қарап ем, оның ұялшақтай қараған ұяң көзіне көзім түйілісіп қалды. Кім еді бұл? Жүрегім жүздалмастың жүзіне тигендей зырқ ете түсті. Алай-дүлей күйге қалып, қолымнан домбырамды түсіріп ала жаздадым. Шалқып тасып, шартарапқа жайылып жатқан дәриядай шапшып тұрған шабыт дүниесі чексіз, шетсіз шөл далаға шаша салған шөміш судай зым-зая болды да, лапылдап тұрған көңілім су сепкендей басылды. Жол қысқарды, жота биіктеді. Мен үшін той осымен аяқталды. Сол ауылдан аттанып, қара көкке үсті-үстіне қамшы басып, бет алды зымырап бара жатқанымда, менің көз алдыма осыдан бір жыл бұрын біздің ауылда дәл осындай той жасалып, дәл осы әйел, дәл осылай бетін аштырып, дәл бүгінгідей енесіне сүйгізіп, жігітіне қарай айланғаны келді. Бүгінгі көзқарасты мен сонда көргем. Әңгімені жазып, оқыған Байыт Қабанлы.